Налян жағажайда Хайриді есіне алып жылап отырады. Хайри Налянға хабарласуын қоймайды. Налян тұтқаны алады. Саған не керек, Хайри? Біздің сөйлесуіміз керек. Өтінем. Саған айтар әңгімем бар. Мен сенімен сөйлеспесем, мен тіпті тыныс ала алар емеспін. Налян, сен мені естіп тұрсың ба? Налян, жарайды, теңіз жағалауында кездесейік дейді. Налян қатты ойланып кетеді. Түрканға көршісі келеді. Түркан қатты жылап, мен Налянға хабарласамын. Хайри Налянды қатты жақсы көреді. Егер ол Налянды қайтарса, ол бізді балаларымызды тастамайды. Түркан, сенің есің дұрыс па? Сенің намысың жоқ па? Мені түсініңіз, мен балаларымның әкесі қалғанын қаламаймын. Налян маған жақсы адам ретінде көрінді. Ол өте мықты қыз. Түрканның көршісі адамды бір көріп, оған сенуге болмайды деп ақыл айтады. Биллур мен Музо Хайри мен Налян жөнінде әңгімелесіп отырады. Кеше Хайри келген сияқты. Біз таңертең шығып кеткеннен кейін сол орайды пайдаланып үйге келіп кеткен сияқты, бірақ Налян маған ешнәрсе айтпады. Музо, ол қолынан келген барлығын жасап жатыр. Биллур, түсінбедім. Музо, мен Хайримен кеше сөйлескенімде, ол ешнәрседен тайынбаймын деді. Биллур қатты ашуланып кетеді. Биллур Музоға, мен бұндай махаббат оқиғасын басымнан өткермеппін. Мен бір жігітті ұнататын болсам, олар менің ойымнан шықпайтын. Сол себепті мен өз махаббатымды кездестірмедім, бірақ мен сенімдімін, өз махаббатымды кездестіретініме дейді. Хайри Налянның жанына келеді. Налян, сен менен не қалайсың? Хайри, сенің мені түсінгеніңді қалаймын. Бұл сенің әзілің шығар. Бұл шындықты білгенде менің қандай жағдайда қалғанымды білесің бе? Мені қоя берші, ал әйелің, балаларың жөнінде ойладың ба? Сен сондай өзімшілсің. Хайри Налянға, мен сен үшін өзгердім. Налян, жетер, маған енді жалаңды жаппа. Хайри, жоқ, мен бұлай дегім келген жоқ. Сен маған екінші жаңа өмір сыйладың. Осы уақытқа дейін мені айналамда ешкім байқамайтын, ал сен мені байқадың. Сөйтіп маған үлкен үміт сыйладың. Өмір бойы тек мен сені сүйіп келемін. Налян, бұндай өтірігіңді тыңдағым келмейді. Хайри, егер саған қажет болмасам, онда бетіме айт. Налян, сен енді маған керек емессің, менің өмірімнен кет дейді. Түркан көршісінің телефонын алып Налянға хабарласады. Түркан үндемейді. Налян қайта-қайта сұрап, бұл кім дейді. Түркан енді сөйлегелі жатқан кезде үйге қатты ашуланып Хайри кіріп келеді. Хайри бірден бөлмесіне кіріп киімдерін жинай бастайды. Түркан, сен не істегелі жатырсың? Үйден кетпекшісің бе? Хайри, сен кеше менің айтқанымды істемедің. Бүгін кешке ажырасу құжаттарына келемін, сонымен іс бітсін деп кетіп қалады. Түркан жылап қалады. Түркан Налянға хабарласып, Налян аң-таң болып қалады. Налян ханым, сіздің көмегіңіз қажет. Айта беріңіз, менің қандай көмегім қажет? Әлде Хайри бір нәрсе істеді ме? Хайри үйден кетіп қалды. Ол енді келмеймін деді. Ажырасу құжаттарын алып келмекші. Өтінемін, сіз Хайриге қайта оралыңызшы. Ол сізді өмірінен артық жақсы көреді. Мен де білемін, сіз оны қатты жақсы көресіз. Мен қыздарымның әкесіз қалғанын қаламаймын. Налян, Түркан ханым, өте өкінішті, бірақ мен бұлай жасай алмаймын. Өтінемін, мені кешіріңіз, деп тұтқаны қойып қояды. Көршісі, не болды, Налян келетін болды ма? Иә, келеді, ол міндетті түрде келеді. Ол мені аямаса да, балаларымды аяйды деп ас үйге кетіп қалады. Ас үйде Дүндудің сүйіктісі ет турап жатады. Гүлжихан оны сұрақтың астына алады. Сен үйленгенсің бе? Қай жерден боласың деп сұрайды. Дүнду ас үйге кіріп қатты ұялып қалады. Дүндудің сүйіктісі мен кетейін деп кетіп қалады. Гүлжихан Дүндуге, ол жақсы адам сияқты, оған сенуге болатын сияқты дейді. Дүнду Налянға хабарласады. Налян, не боп қалды? Әлде үйде бір нәрсе болды ма? Жоқ, үйде еш нәрсе болған жоқ. Негізінде менің бір мәселем болып тұр. Қане айт. Мен кімге айтарымды білмедім, содан соң сіз есіме түстіңіз. Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Ертең таңертең кездесе аламыз ба дейді. Түркан Налян келеді деген үмітпен оған ас әзірлеп жатады. Хайри жүгін жинап далада тұрады. Оның кафесіндегі бір досы, сен енді қайда бармақшысың? Шынымен де кетіп қалдың ба? Сені өз үйімде тұрғызар едім, бірақ үйде кішкентайлар бар, олар сенің мазаңды алады. Сен Налянды ұмытып, өз әйеліңе барғаның жөн. Әйеліңді көрдім, ол сені қатты жақсы көреді. Хайри, Налян болсын болмасын, мен Түрканмен ажырасамын. Бұл менің нақты шешімім. Налянның үйіне Рафет мырза алып берген столды жайғастырады. Оны суретке түсіріп Рафетке жібереді. Рафет, жарайсың қызым, өте әдемі жарасып қалыпты. Бұл өз арамыздағы құпия болсын. Налян еш нәрсе білмей-ақ қойсын. Налян үйіне келеді. Биллур, тосын сый. Қарашы, сондай әдемі жарасып қалды ғой, ә? Бұны Хафиш екеуміз жасадық. Налян қатты қуанып қалады. Седат жездесіне,
сіздің бұл дәрігерді тауып бергеніңіз жақсы болды. Мен жақсы жаққа өзгеремін. Джавид жездесі, сен жақсы жаққа өзгерсең барлығын қайтаруың мүмкін. Иә, әрине, мен барлығын қайтарамын, тіпті Налянды да. Гүлжихан ас үйде жүрген кезде кенеттен басы айналып жерге құлап түседі. Селен жүгіріп келіп, көмектесіңдер, тез дәрігерге хабарласыңдар. Апа, көзіңізді ашыңыз, сізге не болды деп айқайлайды. Рафет, Гүлжихан деп тұрып қалады. Биллур, Налян кірсем бола ма? Әрине кір. Налян, шыныңды айтшы, таңертең Хайри келді ме? Иә, келді. Сонда ол не деді? Менсіз өмір сүре алмайтынын айтты. Биллур, ол сені алдады. Налян, әңгіме бұл жөнінде емес. Хайри мені қатты жақсы көрді. Мен тіпті тыныс ала алмай құрсауда өмір сүріп жатқан кезімде ол мені жарыққа, сыртқа шығарды. Сол кезде мен өзімді еркін, бақытты сезіндім. Бақытты болу менің маңдайыма жазылмаған. Тіпті мен дүниеге келген кезде олар мені өлтірмекші болған. Олар мені роддомнан 15 күннен кейін алып кеткен. Себебі әкем анамды зорлаған. Сол үшін мені Фарида анам қабылдамаған. Мен енді қайта сол құрсаудағы өміріме ораламын деп жылап қалады. Түрканның қыздары телефонды алып келіп, қане Налянға хабарласайық, ол біздің әкемізді қайтарады дейді. Налян тұтқаны көтереді. Мен Зейнеппін. Өтінемін, үйге келіп менің әкемді қайтарыңызшы дейді. Биллур Музоға болған жағдайды айтып жатады. Бір кезде Налянның шығып бара жатқан дауысын естиді. Музо, уайымдама, мен оны өзім аңдимын дейді. Биллур, жоқ, мен де бірге барамын деп Налянның қыр-соңына түседі. Налян, не істемекші, ол қайда бармақшы? Әлде Фарида ананың бейіт басына бармақшысы ма? Музо, жоқ, ол Хайридің үйіне бармақшы. Хайри ажырасу құжаттарын қолына алады. Оның досы, сен бұған сенімдісің бе? Иә, сенімдімін, саған рахмет дейді. Рафет, оның отбасы барлығы уайымдап жатады. Селен, қызым, сен астыға түсіп тамақтанып ал. Біз дәрігермен өзіміз сөйлесеміз дейді. Түркан Налянның келгенін көріп өте қатты қуанып кетеді. Сізге көп рахмет деп жылап, Налянды бірден құшақтай кетеді. Сыртта Биллур мен Хайри аң-таң болып, Налян не істемекші, олар бұрыннан таныс па еді? Дәрігер Гүлжиханды тексеріп, Рафет, Джавид, Седат үшеуі, апама не болды, барлығы жақсы ма? Дәрігер, бір нәрсе дұрыс емес сияқты, оны әлде тексеруіміз керек дейді. Түркан Налянға өзінің әзірлеген асын ұсынады. Бұл біздің отбасымыздың сүйікті тағамы, қысылмай ала беріңіз. Деп жатқан кезде Хайри үйге кіріп келеді. Ол Налянның іште екенін білмейтін. Қыздары әкем келді деп жүгіріп алдынан шығады. Хайри Налянды көріп таң қалып қалады. Әкем бізді тастамайтын болды деп қуанып жатады қыздары.